Осы пайғамбарымыз саллаллаху сол Құрайыштың кәпірлері қанша зиян жасады? Қараңыз. Пайғамбарымыз оларға ешқандай зиян қаламады. Қараңыз. Сол пайғамбарды үстіне жуынды төккен кездері, мысалы айтайық саллаллаху сондай неше түрлі ауыр сөздер айтқаны. Ол кісі Раббысы үшін сабыр етті. Сол секілді сахабалар да солай сабыр етті. Өйткені Аллах Тағала мен үшін сабыр етті деді. Мен үшін деген сөздің астында қандай мағына жатыр? Негізінде саған зиянсыз, ешқандай нақақтан зиян тигізіп отыр дейді олар. Нақақтан біреу зиян тигізіп отқан кезде сабыр ету деген өте қиын нәрсе ол. Сөз ба? Не үшін сабыр етемін мен? Сонда аталы мен үшін деді. Мен бұл күйлерді дейді, бұл нәрселердің, осы жерде кеткен нәрсенің бәрінің сазайын қияметте тарттырамын дейді. Сол күнге дейін сабыр етті. Осы